Италияда енді бір жынысты жұптарға бала асырап алуға тыйым салынады. Яғни еркек пен еркек, әйел мен әйел бала асырап ала алмайды екен. Ал бұл шешім қоғамда қызу пікірталас тудырып жатыр. Аталған ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Баланың отбасыда өмір сүру құқығы туралы заңның 6-шы бабында бала асырап алу кемінде 3 жыл некеде тұрған ерлі-зайыптыларға рұқсат етіледі. Ал бір жынысты адамдарға қатысты заңның 1-ші бабында ЛГБТ өкілдері тек азаматтық некеде ғана тұра алатыны көрсетілген. Бұл дәстүрлі неке ұғымнан бөлек қарастырылмайды. Десе де заңда бала асырап алуға ерлі-зайыптылар рұқсат етілгенімен, Италия соты бір жынысты жұптарға ата-ана болуға рұқсат еткен туралы шешімдерде шығарған мысалдар бар. Ал Италияның азаматтық кодексінің 143-ші бабында ерлі-зайыпты ұғымы әйел мен еркек арасындағы неке екені жазылған. Бұл дәстүрлі ұғым. Яғни бір жынысты жұптар бала асырап ала алмайтыны шындық. Алайда 2025 жылдың мамырында Италияның конституциялық соты екі әйелді баланы асырап алып, куәлікте ата-анасы ретінде көрсетуге рұқсат берген туралы жазылған. 2025 жылы Италия билігі суррогат ана болу туралы заң қабылдады. Ал Euronews басылымы осы тұста бұл заңда іс жүзінде бір жынысты адамдардың суррогат ана болу қызметі арқылы бала сүю мүмкіндігін шектейді деп жазды. Ал сіз бір жынысты неке туралы не ойлайсыз?